Бәріңізге сәлем, құрметті оқырмандар. Бүгін мен шайға мына әдемі печеньені пісірдім. Өте оңай дайындалады. Дәмін енді сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Жасап көрсеңіздер білесіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең әуелі бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майға қантты қосып, алдыменен миксерменен араластырып аламыз. Содан соң 2 тал жұмыртқаның сары уызын қосамыз. Ақ уызын біз алып қалып қазір печеньені жасайтын кезде пайдаланамыз. Жақсылап отырып миксерлеп аламыз біркелкі болғанша. Содан соң шетін ортасына қарай жинап, ұнды салып, қамырды илеп аламыз. Ең алдымен шанышқымен немесе қасықпенен араластырып алып, содан соң қамырды біріктіріп илеп аламыз. Жұмсақ қамыр болып шығу керек осындай. Содан соң қолымызбен азыдан үзіп алып, алақанымызға салып домалақтап жасаймыз. Содан соң жаңағы жұмыртқаның ақ уызына батырып алып, ақ күнжітке батырып аламыз. Барлығын жасап болған соң, саусағымызбенен шұңқырлап шығамыз. Содан соң алдын ала қызып тұрған 180 градустық духовкада 10-15 минут шамасында пісіріп аламыз. Піскен соң ерітіп алған шоколадты кондитерлік қапшыққа құйып, шын құйып алып тастап, жаңағы ортасына құйып шығамыз. Содан соң осы күйінде салқын жерге қойып, ортасындағы шоколад қатқанға дейін қойып қоямыз. Дәмі енді ерекше дәмді болып шығады. Құрамын мен описанияға қалдырдым. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егерде соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Құнды пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.